ITC Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Армысыздар, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ұжымы мен студенттері. Бүгінгі эфирдің жүргізушілері 12-ші топ студенті Мұқанғали Алтынай және 25-ші топ студенті Қанат Жантілек. Бүгінгі эфирімізді жерлес ақын жазушы Қадыр Мырзалиннің шығармашылығына арнаймыз. Биыл Қазақстан халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қадыр Мырзалиннің туғанына 88 жыл. Қадыр Ғинаятұлы 1935 жылдың 5 қаңтарында қазіргі Батыс Қазақстан облысының Шымпиты ауылында дүниеге келген. 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын сол кезде жаңадан ашылған балалар журналы Балдырғаннан бастаған. Жұлдыз журналы редакциясында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары. 1968-1973 жылдары жазушы баспасында қазақ поэзиясы бөлімінің меңгерушісі. Балауса баспасының редакторы, кейін Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясының кеңесшісі болған. Қазақстанның халық жазушысы. 2001 жылы тәуелсіз Тарлан сыйлығын алды. Ақынның тұңғыш туындысы 1954 жылы Республикалық пионер балалар журналында жарияланды. Содан бергі уақыт ішінде оның 70-тен астам поэзиялық, прозалық, сондай-ақ әдеби сын кітаптары жарық көрді. Өлеңдері мектеп оқытуларына енді. Ал әнге арнап жазылған өлеңдерінің саны 200-ден асты. Олардың көбі халыққа кең тарады. Күндері ай атты жеке кітап болып басылып шықты. Тұңғыш жинағы көктем 1959 жылы жарық көрді. Қадыр Мырзалиннің көркем аударма саласындағы жемісті еңбектері көп. Әлемдік әдебиет ғұламаларының талайының шығармаларын ол қазақ тіліне аударды. Ал өзінің біраз топтамалар мен таңдаулы өлеңдерін ағылшын, француз, неміс, поляк, болгар, венгер, фин тілдеріне аударылды. 1993 жылы Қадыр Мырзалы әлемдік поэзияға қосқан аса зор еңбегі үшін Моңғолияның халықаралық авиа сыйлығын алды. Соңғы жылдары ақынның 16 томдық таңдамалары жарық көрді. 2003 жылы Санкт-Петербургте Славия баспасында Пропамид атты үлкен бір томдағы орыс тілінде басылып шықты. 20 ғасырдың қазақ әдебиетінде поэма жанрының өсіп жетілуіне көп еңбек сіңірген Қазақстанның халық жазушысы белгілі ақын Қадыр Мырзалиннің өмірінің соңғы жылдары 2 рет инфаркт алып, 2011 жылдың 24 қаңтарында дүниеден озды. Ақын ағамыз артынан өшпестей мол мұра қалдырып кетті. Ол мұра ақынның мәнін жоймайтын өлеңдері. Ендеше ақын өлеңдеріне кезек берейік. 33-ші топ студенті Төлеген Жанерке, ана. Бәрі жана, бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды, қуандым ба, өзің бар деп қуандым, жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі жана, бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды, еркелесем бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба, тек өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. 15-ші топ студенті Ақбаев Әсет, қазақ пен қонақ. Жігіттің қапалысын азалысын, жыр менен жұбатпасан жазалысын. Қонақсыз, той думансыз өткен өмір, өмірге саналмайды қазақ үшін. Осындай қазақ інін, қазақ аған, о бастан аңсағаны таза қоғам. Адамдар арасында ғұмыр кешіп, адаммен араласпау азап оған. О бастан жомарт қазақ топырағы, ол қашан дастархансыз тоқырады. Мейманға нәрім беріп, барым беріп, қонақтан қалғанын жеп отырады. Халқымның ең қымбаты төрім еді, төрден ол қай уақытта жерінеді. Қонақсыз қалған күні сол қазаққа бір нәрсе жетпейтіндей көрінеді. Баласы бата менен ауызданған, бабамнан мәртік жайлы аңыз қалған. Болмаса өз қонағы көршісінің, қонағын бірер күнге қарыз қалған. Кететін жемісінді тонап күзде, жел жылдар қайткенде де шолақ бізге. Сондықтан санайды ол бұл өмірге,
келген бір бәрімізде қонақпыз деп. Арудың қапалысын азалысын, күйменен жұбатпасан жазалысын. Қонақсыз, той думансыз өткен өмірге саналмайды қазақ үшін. Колледжіміздің киностудия жетекшісі Есмырза Даниярұлы бабамыздың шоқ басқан табанымен. Бабамыздың шоқ басқан табанымен, бірдей екен жақсысы жаманымен, бір жаманы тынымсыз көше берген, бір жақсысы қимаған даланы кең. Бір жаманы жел сөзге ерген екен, бір жақсысы тілге ерік берген екен, бір жаманы кетпенге орашолақ, бір жақсысы найзагер мерген екен. Бір жаманы кешігіп әліп башқан, бір жақсысы күйлері көбік шашқан, бір жаманы қыздарын малға сатып, бір жақсысы сүйгенін алып қашқан, бір жаманы шаруасын маңдатпаған, бір жақсысы қулықпен жандатпаған, бір жаманы үйленіп жеңгесіне, бір жақсысы жесірін қаңғытпаған. Тату тәтті көршілер шыр бұзбаған, бірде тоңып суықта бір мұздаған, бір жаманы сонда да үй салмаған, бір жақсысы абақты тұрғызбаған. Ақын қашанда ел жұртының құрметінен кенде болмаған. Қадыр ақынның ерекшелігі көзінің тірісінде ақынның есімі туған жеріндегі орта мектепке берілді. Қазіргі таңда ақын атында мектептер бар. Туған ауылында мектептен қадыр сыныбы және мұражайы ашылды. Дегенмен ақынға деген ең үлкен құрмет Орал қаласында 2015 жылы ашылған Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы дерегі. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың және тәуелсіз тарлан сыйлығының иегері, қазақтың көрнекті ақыны Қадыр Мырза Әлінің 80 жылдығы Батыс Қазақстан облысында ерекше аталып өтті. Орал қаласында және Жымпиты ауылында ақынның биіктігін, ұлылығын, асқақтығын көрсететін қос ескерткіш ашылып, Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы пайдалануға берілді. Бұл Батыс Қазақстан облысының ғана емес, республиканың рухани өміріндегі айрықша жаңалық еді. Қадыр орталығын алғашқы жылдарын басқарып келген әнші-композиторы Дон Еділ Қажымов зейнетке шығуына байланысты қызметінен босатылғаннан кейін белгілі айтыскер әрі танымал ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Бауыржан Халиолла Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры болып тағайындалды. Ендеше сұхбатымызды келіп өнер орталығының тарихымен танысуға арнаймыз. Қайырлы күн. Бүгінгі эфиріміздің қонағы облыстық республика көлемінде танымал айтыскер ақын Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының шығармашылық бөлімінің маманы Айнабек Сағындықұлы Бисенгалиев. Құрметті Айнабек Сағындықұлы, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ITC Қазақ радиосының эфиріне қош келдіңіз. Сұхбатымызды қаламыздың киелі шаңырағына айналған, алыстан көз тартатын ерекше ғимараттың тарихынан бастамыз келіп отыр. Бұл енді Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы жаңа енді тарихын сұрап жатсыз. Бұл жерде енді бұл ғимарат өнер ортасы, мәдениеттің ошағы біздің өңірімізде бүгінде енді қарқын алып дамып келе жатқан киелі ошақтардың бірі 2015 жылы маусым айының 27-сінде ашылу салтанаты өтті. Содан бері осы халықтың игілігіне жұмыс жасап рухани азық беріп келеді. Бұл енді бұл ғимараттың құрылысы 2013 жылы 13 тамызда басталып, сол 2015 жылы 4 мамырда аяқталып пайдалануға берілді. Содан кейін ашылу салтанаты болды, жаңа айтып өткендей. Бұл енді жаңағы айту сөзіңіздің де жаны бар, қаланың көркіне сән беріп тұр дегенде, бұл енді осы ғимарат орналасқан Қонаев шағын ауданы, осы маңдағы әдемі ғимараттар көрік жерлеріне сән беріп тұр. Жалпы жұмыртқа тәріздес біздің мекеме бір ғимарат. Осы көп осы елімізде тіпті ТМД елдерінде бұның баламасы жоқ. Ғимараттың үлгісі, дизайн үлгісі, манағы архитектуралық үлгі ғой. Бұл жерде енді мынау жартылай, көп несі жертөле подвал дейміз ғой. 0-ші қабаттан бастап саналады. Бірінші этаж 0-ші қабат, сосын бірінші этаж, және екінші этаж. Бұл енді бұл ғимараттың архитектурасы, архитектура академиясының архитекторы, республиканың қайраткері, Қазақстан Республикасының Бөкебай Саматбек Тажинұлы деген кісінің
азаматтың қолынан шыққан, сол кісінің сызбасынан шыққан дүние, бұл кісінің шабытынан туған ерекше мынау халыққа әсер беретін келген мынау Оралға, енді Орал өзіміздің сүйікті қаламызға келген қонақтардың да назарын аударту үшін салған дүние, салған ғимарат. Бұл жерде енді бұл не екен деп жаңа көпшілік өзіңіз сияқты жастар болсын бірінші таңғалып есігіне бас сұқсын деген ниет қой бірінші. Одан кейін ішіне кіргеннен кейін барып ішіндегі қазына байлықтар деген жаңағы қадырдың жәдігерлері, мәдени мұраларымыз ғой, осы жинақтаған осы жөнінде. Енді бұл шығармашылық жұмыспен айналысып келе жатқан, рухани жұмыспен айналысып келе жатқан мекемелердің бірегейі. Бұл жерде енді қадыр шығармашылығы ең басты назарда, қадыр шығармашылығын насихаттау. Бұл енді қазір сұрақ барысында, осы сұхбат барысында айта жататын болармыз. Жақсы, рахмет. Орталықтың негізгі бөлімдері мен қадыр мұражайы туралы айта кетсеңіз. Жаңағы енді сол негізгі бөлім дегеніміз, негізгі бөлім, негізгі мақсат, негізгі мүдде қадыр шығармашылығын кеңінен насихаттау. Әндері бар, сөзін жазылған әндері бар, жаңағы енді поэзиясы бір бөлек, ғибратнамалары бар. Яғни балалар әдебиетіне қалам тербеген ақын екенін бәріміз білеміз. Жалпы оның көптеген философиялық ойлары барлығы осы жерде бізде. Енді қадыр мұражайына келетін болсақ, оның өзі де 2 бөлмеден тұратын қадыр мұражайы. Келген қонақтарымыз, тамашалаушыларымыз өзінің оң бағасын беріп кетті. Бірінші бөлмесінде біздің Орал өңірі, Батыс өңірі, Ақжайық өңіріне қатысты әдебиет пен мәдениет өкілдеріне арналған, осы елімізде, өңірімізде туған ақын жазушылар, батырларымыз, Сырым батырдан бастап күні бүгінге шейінгі қайраткерлеріміз, қазіргі таңда да осы әдебиет, мәдениет саласына атсалысып жүрген ардагер буындарымыз бар ғой, соларға да арналған бұрыштарымыз бар. Ал енді екінші бөлмесі таза түгелге дерлік қадыр шығармашылығына арналған, қадырдың осы туылған жерінен бастап, бала кезге, мектеп кезінен басталған жәдігерлерден бастап, өмірден өткенге дейінгі, тіпті өмірден өткеннен кейінгі ескерткіштеріне арналған бұрыштарымыз бар. Түгелге дерлік қадырдың жәдігерлері сақталған. Ол мұражайдың ішіндегі сөрелерді қарайтын болсаң, ар жағында витрина дейміз ғой, олда тұрған кітаптар қадырдың жеке кітапханасынан, сол 50 жылын әдебиетке арнады десек, сол 50 жылдың ішінде өзінің жеке кітапханасына жинаған кітаптары, оның ішінде енді барлық түгел әлем әдебиеті де бар, қазақ әдебиеті де бар. Қадыр атамыз соның барлығын түгелге дерлік оқып шыққан. Мұражайдың келушілерге назарын аудартатын да осы кітаптары және өзінің жеке тұтынған заттары, жұмыс үстелі дегендей, бұл енді келушілердің үнемі назарында. Жақсы. Шаһарымыздың киелі шаңырағына айналған қадыр үйінде қандай жұмыстар атқарылады? Бұл жерде енді біздер тек қана басты мақсатымыз қадыр шығармашылығын насихаттау дегенмен де онымен тоқтап қалмаймыз. Біздерде әдеби, мәдени сазды шаралар бізде көп өтеді. Рухани шаралар, концерттік бағдарламалар, ақын жазушылармен кездесу кештері. Бұл жерде біздің орталықта жобаларымыз бар. Елеулі есімдер жобасы аясында мысалы қай сала, мәдениет саласы, әдебиет саласы, білім саласы болсын, медицина саласы болсын, ауыл шаруашылығы, кез келген саладағы есімі елеулі болған еңбек еткен ардагерлерімізбен кездесу өткіземіз, сұхбат құрамыз. Ауылдағы ардақтылар деген жобамыз бар. Онда енді ауылда жүрген тағы да талантты адамдарымыз, тұлғаларымыз бар. Енді қалаға, облыстың орталығына, елдің арасына келмегенмен де ауылда жатып та, ауылда өмір сүріп те, осы әдеби мәдени өмірге өзі үлесін қосып жатқан. Соларды насихаттау бағытында көптеген шараларымыз бар. Жарқ етіп сөнген бір жұлдыз деген жобамыз бар. Өмірден өтіп кеткен тұлғаларымызды еске алу, олардың есімін ардақтау. Сосын ең басты біздің шарамыз мына қадыр шығармашылығын насихаттауда дала дидар көшпелі өнер ұжымы бар. Ол енді тек қана түгелге дерлік 100% қадырдың шығармашылығын насихаттайды. Өлең, поэзиялық жырларын оқимыз, сөзін жазылған әндер шырқалады, афоризмге айналған даналық ойлары бар, мақалға айналған. Солардан мысал келтіреміз. Ол енді облысымыз түгілі республика көлемінде өзінің өнерін насихаттап жүр. Мынау шетел шекара асқан кездерімізде болды. Өткен жылы елдің көпшілігі біледі, барлығы біледі. Қырғызстан еліне, көрші қырғыз еліне өнер сапарын жасап қайттық. Бізде осындай игі істер, шаралар тұрақты түрде өтуде. Радиомыздың тыңдармандарының көбі студенттер болғандықтан, артыңыздан ерген жас буынға қандай тілек айтар едіңіз? Жас буынға айтамыз, жалпы біздер енді жақсы тілек айтамыз ғой. Барлығы да жақсы тілекте. Ең бастысы осындай әдеби, мәдени ошаққа, ордаға келіп, қызығушылық білдірген
жастарға біріншіден біздер алғыс айтамыз. Алғыстан кейін барып әрине тілегімізді тілейміз. Поэзиядан алыс болмасын, поэзияны оқысын, кітап оқысын, өнерді бағаласын, қосатын үлесі, осы қазақ елінің дамуына қосатын үлесі көп болсын, ал ол үлес осы рухани байлықтан шығады. Сондықтан барлық қазақ жастарына, студенттерге амандық. Рахмет. Айнабек Сағындықұлы, бізге уақыт бөліп, сұхбатымызға жауап бергеніңізге рахмет. Сізге денсаулық, шығармашылық жетістіктер тілейміз. Эфиріміздің соңында Қадыр ақынның өзіңіздің жаныңызға жақын бір өлеңін айтып беруіңізді сұраймыз. Жалпы енді Қадырдың қай өлеңі де жанымызға жақын. Көптеген өлеңін осында жұмыс жасап жүрген алдында да бала кезден жаттап өскен өлеңдеріміз көп. Енді қазір бір өлеңін оқып берейін. Қысқалау өлең, енді уақыттарыңызды көп алмайын. Біз болмасақ, байқаймын оңбас өнер, құдірет күн түбінде ол да сөнер, дүниенің тереңі теңіздерем терең жандар, теңіздей болмас егер. Біз болмасақ, байқаймын оңбас өнер, құдірет күн түбінде ол да сөнер, дүниенің байтағы дала дерем даладай кең адамдар болмас егер. Біз болмасақ, байқаймын оңбас өнер, құдірет күн түбінде ол да сөнер, дүниенің биігі тау дередім таудан биік адамдар болмас егер. Өздеріңнен көңілім қалаған бар, нәр аламын алғандай ауадан нәр, теңіз дала тау емес жердің көркі, теңіз адам даладан тау адамдар. Рахмет. Осымен ITC Қазақ радиосы жобасының бүгінгі шығарылымы өз мәресіне жетті. Сізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет сізге. Көп рахмет, сіздерге де рахмет, сәттілік. Рахмет. ITC Қазақ радиосы бүгінгі шығарылма өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирімізді Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған тамаша әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тамаша той думанмен таң атырса, сол кезде жаныңда сем жан атырса, тамаша жексенбі күн көл басында, тоноқтан балық аулап бал отырса, тамаша жексенбі күн көл басында, тоноқтан балық аулап бал отырса, тамаша тойлауылдың түнін көрсе, түнде сол айдай сұлу теңім берсе, тамаша достарыммен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін терсе, тамаша достарыммен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін терсе, тамаша қырдан қызыл түлкі ауласа, түлкіге құмай қосып қиқуласа, тамаша қанжығаңды қаңдап қайтса, тамаша соның бәрі мүмкін болса, тамаша қанжығаңды қаңдап қайтса, тамаша соның бәрі мүмкін болса. Тамаша